дүние ақша табу Құдай тағала әу баста ер азаматқа жүктеп қойған болса, демек соның кілті, соның сыры, берекеті сол ер азамат жақта болады. Бұл да Алланың көмегі ер азаматқа көбірек болады. Бұл жерде санда емес. Ер азаматынан әйел кісінің тауып атқан саны көбірек болса, ер азаматқа берекелді болады. Оны қазақ айтады, байтал шауып бәйге алмас деген. Сол себепті, жоқ мен саған қарағанда мен көбірек тауып жатырмын ғой десе, ол берекесіз болады. Ол сумада емес. Өйткені ол береке ер азамат жақта. Мысалы кейде мынандай сұрақ келеді. Әйелімді жұмысын тастап, маған тұрмысқа шықты да, жұмысын жасамай қойды, бірақ мен жұмыс істеп жатырмын, қалай болады дейді. Онда ғалымдар айтады, сол әйел кісінің ризығы бар еді ғой, бойдақ кезінде өзінің бір жұмысы бар еді, кәсібі бар еді. Кейін соны тастады да, ол күйеуі соны айтқанына болсыншы деп, ол жұмысын тастады да, сонымен бірге соның айтқанын қолдап, отбасында, бала шағасының қасында осылай болып кетті. Сол кезде дейді, бұл қыз баланың да жаңағы ризық берекеті күйеуіне қосылып кетеді дейді ғалымдар айтады. Оның тауып атқан табысы 300 теңге жалақысы. Енді бұның жалақысы 300 теңге сума тұрғанымен сол сан. Бірақ баяғыдай болмайды бұл дейді. Бұған жарының да ақшасының берекеті қосылып кетті мына ақшаға дейді. Бұл енді берекелі 300 теңге айналады дейді. Бәріне жетеді, қыдырып та үлгереді, бауырларына көмектесіп үлгеретін сондай берекелі ақша болады дейді.